Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Мен Арыс қаласындағы номер 17-ші колледж ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану мамандығының арнайы пән оқытушысы Гүлендиева Бақытгүл Әмірханқызы. Сіздердің назарларыңызға арнайы технология пәнінен ағаш қаңқа орнату тақырыбындағы бейне сабағымды ұсынамын. Сабақтың мақсаты ағаш қаңқа орнату жұмысын ұйымдастыру, жалпы мағлұмат беру, өлшем жұмыстарымен, құралдарымен, өлшеу құралдарын пайдалану ережелерімен таныстыру, бүгінгі күннің қажеттілік кәсіпкерлікке, іскерлікке, ұқыптылыққа, шеберлікке үйрету, өз мамандықтарын құрметтеуге және қызығушылығын арттыру. Күтілетін нәтижелер: ағаш қаңқа орнатуды дайындау туралы мағлұмат білесіздер, керекті құралдарды ажыратасыздар, өлшем жұмыстарын жүргізуді меңгересіздер, өз беттеріңізше әрекет ету дағдыларын дамытасыздар. Сабақ жоспарымен таныс болыңыздар. Бірінші, материалдарды дайындау. Екінші, таңбалау және кесу материалдары. Үшінші, ағаш қаңқа элементтерін өлшеп таңбалап белгілеу, орнату. Төртінші, қорытынды. Материалдар дайындау. Алдымен материалдарға көшейік. Құрылым үшін ағаш арқалықты дайындаймыз, яғни таңдаймыз. Ол еден мен төбе бойымен, сондай-ақ қабырғалар бойымен бағыттаушы болады. Әрі қарай біз вертикальді орнату үшін ағаштан немесе монтаждық рейканы үлкен мөлшерде таңдаймыз. Ағашты қылқан жапырақты, сонымен қатар қайың, жөке, қандағаш, көктерек таңдауға болады. Бірақ бұл жерде міндетті шарт түйіндердің болмауы, яғни сапалы ағаштар мен тақтайлар таңдалады. Сондай-ақ ағаштың ылғалдылығы 12-15%-дан аспауы тиіс. Кеспелтек ағаштардың рұқсат етілетін ауытқу шамасы ұзындығынан плюс-минус 5 мм, қалыңдығынан плюс-минус 1 мм, енінен плюс-минус 2 мм өлшемдерден аспауы тиіс. Қаңқаның астындағы ағаштың параметрлері мен сипаттамаларын бөлудің өлшеміне, оның тағайындалуына және тағы басқа байланысты әр нақты жағдайда есептеу керек. Жұмыс сызбасына сәйкес қажетті көлемдегі тақтайларды кесілмеген немесе дөңгелек аралы станокта кесілген ағаш материалдарынан алады. Сосын оны көлденеңі мен ұзындығынан білетін дискілі станокта аралап, төрт жағынан төрт бойлық фрезерлі станоктарда сүргілейді. Қисықтық бойлық және қатынас бөлменің тақтай ұзындығына қарай майысуы 0,1%-дан, ал көлденең тақтайдың енінен 1%-дан аспауы керек. Ағашты көгеруден және кептірумен бүлінуден қорғайтын қосылыстармен және өртке қарсы заттармен өңдеу қажет. Таңбалау және кесу материалы. Кесілген ағаштардан жасалған аралыққа арналған жақтаудың астына белгілеу және кесу қарапайым. Бірақ қаңқаны орнату параметрлерін ескере отырып, тіректер тіреуіштің горизонталь арасындағы немесе арнайы ойықтарға байланыстыруға болады. Біз енді есептеуге қарапайым мысалды қарастырайық. Сонымен бізде құрылымды орнататын бөлмеге оның биіктігі 290 метр, еден мен төбенің бойына орнататын көлденең арқалықтардың қалыңдығы 5 см. Демек, тік тіректердің ұзындығы екі қабылдаушы көлденең рейка арасындағы өлшеу кезінде 2,85 метр болу керек. Жақтауды орнатуға арналған құралдар мен материалдарға ағаштың өзі қажет. Шегелер, анкер болттар, бұрыштықтар, тең шайбалы болттар қажет. Ал ағаш құралдардың жиынтығына электрлі ара, электр бұрғы, әзейін желімі, тік және көлденең аралайтын қол аралары, желілік тарту жібі, деңгейлегіш, күшейтілген бұрыштар. Қаңқа тіректерін орнату бойынша мына төмендегі
Суретке назар салып тыңдаңыздар. Тіректердің биіктігі олардың сырықтар арасында аздап кедергі келтіріп орнатылуын қамтамасыз етуі керек. Мысалы, бағыттаушылар арасындағы қашықтық 2900 мм. Тіректерді бағыттауыш тіректерге бекітудің екі нұсқасы бар. Үшінші суретте көрсетілген бірінші нұсқада тіректі 4 болат бұрышпен орнату. Екінші нұсқада тіректерді кесінділерге бекіту. Осы нұсқаны қолданған кезде бағыттаушы сырықтарды орнатпас бұрын оларда кесінділер жасалады. Яғни жоғарғы және төменгі жақтарынан төрттік ойық алынады. Қаңқақ құрылымы үй-жайдың биіктігімен бірдей етіп, яғни төбеге дейін немесе төбеге жеткізбей жасайды. Қаңқақ құрылымы салмағы жеңіл, оңай тасымалданады және оңай құрастырылады. Енді теориядан практикаға көшейік. Тік сырықтарды орнату тіреуіш арқылы орындалады, ал бекіту өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен жүзеге асырылады. Сонымен қатар, көлденең бағытта ойықтар және тік тіректерде тиісті бекітпелер жасауға болады. Бекітуге қатысты тағы бір мәселе, біз тік бөліктерді көлденең бағытта бұрышқа, қаңқаның ішіне, яғни көлденең тасымалдағыштар бағытына бекітеміз. Мұны басқа жолмен де жасауға болады. Сыртқы бекіту арқылы, бірақ ағаш жақтаудағы сырықтарды және арнайы металл бекітпелерді кесінді сырыққа қолдануға тура келеді. Бірақ олар ағаш сырықтарға батып кетеді. Есте сақтайтын нәрсе, мына сурет бойынша назар салып тыңдаңыздар. Көлденең бағыттаушы ағаш сырықтары төменгі жақтағы суретке қараңыздар, таңбалау сызықтары бойымен орнатылады. Қарапайым қаңқалар үшін 40-60 мм қимада жасалады, ал маңызды талаптар бойынша 50-80 мм қимада жасалады. Олар тегіс деңгейге шегемен бекітіледі. Енді сіз тік ағаш тіректерді орнатуыңыз керек. Оны біз жоғарыда өлшемін дайындап, кесіп алдық. Бірден олар горизонтальдар арасындағы бұрышты сәл жанасып, жақын аралықта орнатылады. Аралық 60 см қадаммен орнатылады. Тігінен ағаш арқалықтардан жасалған көлденең сырықтар арасындағы дәл қадаммен орнатқан кезде олар бұрыштарға және өздігінен бұрап тұратын бұрандаларға мықтап бекітілуі керек. Бүгінгі тақырыпты пысықтай келе, суретке қарай отырыңыздар. Керекті ағаш материалдарын дұрыс таңдауымыз керек. Жұмысшы сызба жасалады, оны дұрыс оқи білуіміз керек. Құрылымның негізіне біз сырықты еден арқалықтарына тірелетін етіп қоямыз, яғни бекітеміз. Ағаш байланысы екі бағыттаушы сырыққа көлденеңінен мықтап бекітеміз. Олардың арасында сырықтарды тігінен бекітеміз. Құрылымның жоғары жағында оларды бекітетін сырықтармен ұстату керек. Тегістігін деңгейлегішпен бақылап отырамыз. Бекіту элементтеріне электр бұрғы, бұранда шегелер, болат анкерлер, бұрыштама бекіткіші қолданылады. Еңбек қауіпсіздігі бойынша электр тогын және материалдарды үнемдеу. Ағаш ұстасын станокта жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау. Барлық құрал саймандармен жұмыс жасау тәсілдерін талап бойынша орындау керектігіне мұқият боламыз. Бекіту тапсырмалары. Блум таксономиясы бойынша материалдар таңдау, даярлау, қолданылатын құралдар туралы мәліметтер, қаңқа тіректерін орнатуда жұмысшы сызбаны қолдану, жұмыстың бірізділігін талдау, ағаш қаңқа орнату, өлшемін жүргізу, зерттеу, техникалық карта бойынша
тапсырманы орындау. Яғни төменнен жоғары қарай тапсырма орындауымыз қажет. Сабақты қорытындылай келе, ағаш қаңқа орнатуды қажетті материалдарды анықтадық. Жұмысшы сызбасына сәйкес таңбалау, өлшеу жұмыстарын жүргіздік. Нұсқаулық талаптары бойынша ағаш қаңқа сырықтарын орнату ережесін меңгердік. Ағашты кесіп өңдеу құралдарын ажырата білдік. Егеменді еліміздің болашақ жастары кәсіби мамандық иесі болып, еліміздің саналы да сапалы құрылыс саласын дамытуда білікті маман болып қалыптасу. Сабақты кері байланыс жасауда бүгін мен білдім, мен үйрендім, қиындық тудырды, қолымнан келді деген ойды аяқтау. Үй тапсырмасына ағаш шебері оқулығы авторы Дүрманов Асанбаева 181 беттен мағлұмат алып оқимыз. Ағаш қаңқа орнату тақырыбын әдістемелік нұсқаулық кітапшадан конспектлеу, нұсқаулық сызба жұмыстарын орындау. Назарларыңызға рахмет.